Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз хош желі мантысын жасайтын боламыз. Дәмі өте дәмді болады. Жасап көріңіздер достар. Бір жұмыртқа, оған үстіне жылы су құямыз, шым-шым тұз саламыз және араластырып жіберіп, ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын бірден салып жібермейміз. Аз-аздан бөліп саламыз. Қамырымыз кішкене жұмсақтау болу керек. Қамырымыз дайын болғаннан кейін салафанға салып, демалдыруға қойып қоямыз. Оған дейін ішіндегі салмасын жасаймыз. Тартылған етке ұсақтап туралған пиязды саламыз. Дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін жайып аламыз. Жұқалығы видеодай болу керек. Жұп-жұқа қамыр жаюымыз керек. Осыны енді төрт-піштілеп бөліп кесіп шығамыз. Өте үлкен болу керек, яғни мен қолымның өлшемімен өлшеп кестім. Салмасында күнделікті мантыға салғандай салмаймыз. Қамырдың үстіне жайып саламыз. Бұл мантының ерекшелігі осы өзінің жұқалығында болып келеді және үлкендігінде. Барлығынан салып шығамыз. Енді түйеміз. Түйгенде де күнделікті мантыдағы түйгендей түйеміз. Өте жұқа болып шығады. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін достар, содан қарасаңыздар болады. Мантаваркамызды алдын ала майлап аламыз, соның үстіне қойып шығамыз. Негізі мен бұл мантаваркаға жай мантыдан 3 мантының қатарын жасайтын болатынмын. Бұл мантаваркаға енді мантының біреуі сыйып тұр. Әрбір мантының үстін майлаймыз. Қайнаған суда 30-35 минутта пісіреміз. Бұл жұқа болғасын тез піседі. Подливасына күнбағыс майы, пияз және де болгар бұрышын салып, томат пастасын салып пісіріп аламыз. Дайын болды достар. Жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.